Математика пәні тақырыбы 15-16 сандарының құрамы. Бейне жазбаны қарайық. 15. 15 бұл 10 және 5 санынан құралатынын білесің. 15 саны 9 және 6, 8 және 7, 2 бір таңбалы сандардың көмегімен қалай шығатындығын қарастырайық. 9 қызыл алмаға 6 жасыл алманы қосамыз. 9 санын толық ондыққа дейін толықтыру керек. 10 саны шығу үшін 9-ға 1-ді қосу керек. 6 санының құрамын есіңе түсір. 6 бұл 1 мен 5-тің қосындысы. 1-ді қостық, енді 5 санын қосамыз. 9 бен 6 сандарының қосындысы 15-ке тең. 8 сары алмұртқа 7 жасыл алмұртты қосу керек. 8 санын толық ондыққа дейін толықтырамыз. 10 саны шығу үшін 8-ге 2 санын қосу керек. 7 санының құрамын есіңе түсір. 7 бұл 2 мен 5-тің қосындысы. 2-ні қостық, енді 5 санын қосамыз. 8 бен 7 сандарының қосындысы 15-ке тең. 16 дегеніміз бұл 10 мен 6-ның қосындысы. 16 саны 9 және 7, 8 және 8, 2 бір таңбалы сандардың көмегімен қалай шығатындығын қарастырайық. 9 құлпынайға 7 шиені қосамыз. 9 санын толық ондыққа дейін толықтырамыз. 10 шығу үшін 9-ға 1-ді қосамыз. 7 санының құрамын есіңе түсір. 7 бұл 1 мен 6-ның қосындысы. 1-ді қостық, енді 6 санын қосамыз. 9 бен 7 сандарының қосындысы 16-ға тең. 8 таңқурайға 8 өрікті қосамыз. 8 санын толық ондыққа дейін толықтырамыз. 10 саны шығу үшін 8-ге 2 санын қосамыз. 8 бұл 2 мен 6 санының қосындысы. 2-ні қостық, енді 6 санын қосамыз. 8 бен 8 сандарының қосындысы 16-ға тең. Қайталайық. 15 санының құрамы дегеніміз ол 9 және 6 саны және 8 және 7 сандарының қосындысы. Ал 16 санының құрамы 9 және 7 саны мен 8 және 8 сандарының қосындысы. Дәптермен жұмыс. Бүгінгі күнді дәптеріңе жазып ал. Үй жұмысы. Номер 2-ші есеп 33-ші бет. Өрнектің мәнін тауып есепте. Бейне жазбаны тоқтата тұр. Келесі тапсырма номер 4, 33-ші бет. Есепті шығар. Есептің шартын, шешуін, жауабын жазу керек.